Маңғыстаумұнайгаз акционерлік қоғамының қызметкерлері ұлттық мәдениет күні шарасын өткізді. Ұлттық рухтың иісі аңқыған дәстүрлі шара еліміздің тәуелсіздік күніне орай ұйымдастырылды. Мұнайшылары қазақ халқының бай ұлттық мұрасын дәріптеп, салт дәстүрден сыр шертіп, ұлттық аспаптарда ойнады. Күмбірлетіп, күй шертіп, әуелете ән шырқаған олар қазақы қалыппен қонақтарды қарсы алды. Қызметкерлердің өнерін басшылық құрам жоғары бағалады. Шара аясында 50-ден астам қызметкерлер алғыс хаттармен, төс белгілерімен марапатталды. Сәні мен мәні жарасқан тұла бойы тұнған ұлттық құндылық болған шараға арнамыздың тілшілері болып қайтты. Бүгін мұнайшылар ордасы өзгеше күйгенді. Жұмыс бөлмелері киізі сияқты безендіріліп, ұлттық тағамдар дастарханға қойылды. Қара алтын өндірушілері ұлттық нақышта киініп, еліміздің бекем бірлігін, тату тірлігін суреттейтін театрландырған көріністерді сахналады. Бір сөзбен айтқанда, іс-шараның өн бойынан қазақылықтың иісі аңқып тұр. Айтпағы бар дейсің бе мұныңда? Тонды пішсең сырттан түстен ғымырда. Ал бұл жігіттер тапқырлықпен суырып салмалық өнерлерін паш етіп, қайым айтыстың үлгісімен сөз жарыстырды. Қазақ поэзиясының падишасы Фариза Оңғарсынованың 80 жылдығына орай ақын шығармалары орындалды. Ызғар сіңген жүрекке шуақ керек, мұқтаж оған ауылда, астанада. Сәулеңменен себелі үміттемін, жер бетінен жылыссын күдіктерім. Мұнайшылар қонақтарды қалай құрметпен, жылы көңілмен қарсы алса, солай шығарып салды. Халқымыздың ұлы қасиеттерінің бірі қонақжайлықтың лебескен шарадан қонақтардың да мерейі өсіп тарасты. Мұнан соң өнерлі жігіттер қара жорғаны шырқатты. Ұлттық шара акт залында жалғасын тапты. Маңғыстаумұнайгаз компаниясының басшылығы қызметкерлерді айтулы мерекемен құттықтады. Құрметті әріптестер, сіздерді бүгінгі мына Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Маңғыстаумұнайгаз компаниясы тек қана облыстың ғана емес, бүкіл еліміздің экономикасына сүбелі үлес қосып отыр. Сондықтан да осының бәрі мына отырған өздеріңізбен ағаларымыздың алдымызда өткен мұнайшыларымыздың осы қажырлы еңбегінің арқасында білемін. Сондықтан да осы мереке құтты болсын. Сіздерге, жанұяларыңызға, өздеріңізге денсаулық, бақ береке тілеймін. Ұлттық құндылықтарды насихаттаған мәдениет күнінің нәтижесі бойынша геология және кен орындарын игеру департаменті жеңімпаз танылды. Берік Айдаров, Бауыржан Қоджаев және Анар Тасболатова сияқты талантты жастары бар ұжым жеңісті қолдан бермеді. Екінші орын автоматтандыру, ақпараттық технологиялар және байланыс департаментінен Гаухар Сүйеуоваға бұйырса, әлеуметтік әкімшілік мәселелер жөніндегі департаменті үшінші орынды иеленді. Коллектив нашей компании, работники нашей компании Біздің Маңғыстаумұнайгаз компаниямыздың қызметкерлері осындай керемет шараны ұйымдастырды. Мұнайшыларымыз тек қана кәсіби маман ғана емес, шығармашылық рухани тұрғыдан да өте бай екенін дәлелдеп отыр деп санаймын. Осы ұжымның университеті геология тобы өздеріңіз білесіздер. Бұл кен орнының мұнайын арттыруға, мұнай көздерін табуға бірден бір үлес қосатын ұжым. Бір ұжымда жасайтын болғандықтан, оған бізге өнер саласында да азғантай өзіміздің бойымыздағы өнерімізді көрсетуге қиындық ешқандай келтірген жоқ. Неге десеңіз, арасында бір ұжым, бір коллектив болып жұмыс жасап жүргендіктен. Ал бәрімізге де тағы да осы мереке құтты болсын дейміз. Ұлттық мәдениет күні концерттік шарамен қорытындыланды. Сахна төрінде жергілікті өнерпаздар әннен шашу шашып, мерекелік көңіл күй сыйлады. Айнұр Маратқызы, Делбай Нұрбай, Каспий ақпарат.